бөлімдерін жай бөлшектерге жіктеп, қай бөлшекті ондық бөлшек түрінде жазуға болатынын анықтаңдар. Оларды ондық бөлшек түрінде жазыңдар. Біріншісі бізде 600-ден 17 көбейткіштерге жіктейік. 600-ді 2-ге бөлем 300, 300-ді 2-ге бөлем 150, 150-ді 2-ге бөлем 75. Енді ары қарай 75-ті 3-ге бөлем 25, 25-ті 5-ге бөлем 5, 5-ті 5-ге бөлем. Осылай жіктейміз. Яғни 600 2-нің кубы 3 көбейту 5 көбейту 5-тің көбейтіндісіне тең. Енді мына жерде көріп тұрғанымыздай, балалар, бізде көбейткіштердің ішінде 3 деген сан бар. Демек, 3 деген сан болғандықтан біз бұны ондық бөлшек түрінде жаза алмаймыз. Сондықтан да мына жерге біз жоқ деп жазып қояйық. Жоқ. Себебі 3 деген сан тұр, мына жерде. 3 тұр, сондықтан жаза алмаймыз. 2 және 5 тұрса, онда жаза алады екенбіз. Келесі екіншісі 14, 125. Енді 125-ті көбейткіштерге жіктейік. 125-ті 5-ге бөлем 25, 25-ті 5-ге бөлем 5, 5-ті 5-ге бөлем 5. Яғни мұнда ылғи 5 деген сан тұрғандықтан біз оны ондық бөлшек түрінде жаза аламыз. Ол үшін біз алымында бөлімінде 8-ге көбейтеміз. Сонда 125 көбейтілген 8, 14 көбейтілген 8 тең болады. Мына жерде 125 8-ге көбейтсек бізде 1000 болады. 14-ті 8-ге көбейтсек 112 болады. Сонда 0,1000-нан 112 шығады екен. Келесі өрнекті алайық. 200-ден 17 дейді. Бөлім көбейткіштерге жіктейік. 200-ді 2-ге бөлем 100, 100-ді 2-ге бөлем 50, 50-ді 2-ге бөлем 25, 25-ді 5-ге бөлем 5, 5-ді 5-ге бөлем 1 қалады екен. Мына жерге 17-ні жазайық. Бұл жерде көбейткіштерге жіктегенде 2 және 5 тұр, сондықтан біз оны ондық бөлшек түрінде жаза аламыз. Ол үшін 200-ді көбейтеміз 5-ге, 17-ні көбейтеміз 5-ге. 200-ді 5-ге көбейтсек 1000 болады. 17-ні 5-ге көбейтсек 85 болады. Сонда 0,1000-нан 85 деп жаза алады екенбіз. Келесі 4-ші өрнек 105-ден 51 дейді. Енді 105-ті көбейткіштерге жіктейік. 105-ті 5-ге бөлеміз. 105-ті жоқ, бірінші 3-ге бөледі, 3-ге бөлінеді екен. 105-ті 3-ге бөлеміз. 35, 35-ті 5-ге бөлеміз 7, 7-ні 7-ге бөлеміз 1. Мына жерге 51-ні жазайық. Енді бұл жерде көбейткіштердің ішінде мына 7 деген сан тұр және 3 деген сан тұр. Сондықтан да біз бұны ондық бөлшек түрінде жаза алмаймыз. Жоқ деп аламыз. Келесі енді 5-ші өрнекті шығарып көрейік. 500-ден 51 дейді. Тең болады. Енді 500 көбейткіштер жіктейік. 500-ді 2-ге бөлем 250, 250-ді 2-ге бөлем 125, 125-ді 5-ге бөлем 25, 25-ді 5-ге бөлем 5, 5-ді 5-ге бөлем 1. Жерге 51-ні өзін жазайық. Енді көбейткіштердің ішінде 5 пен 2 деген сан тұр, сондықтан біз оны ондық бөлшек түрінде жаза аламыз. Ол үшін біз 500-ді көбейтеміз 2-ге, 17-ні көбейтеміз 2-ге. 502-ге көбейтсек 1000 болады. 17-ні 2-ге көбейтсем 34. Сонда 0,1000-нан 34 деп алады екенбіз. Мына жерде бізде 31 екен. Так, мына жерде 31. 51 деп алып қойып біз бұны жөндей салайық. Мына жерде 31. Так, мына жерде 31, мына жерде 31, мына жерде 31-ді көбейтеміз 2-ге, 31-ді 2-ге көбейтсек 62 болады бізде. 62. Сонда 0,1000-нан 62 шығады екен. Келесі енді 6-ші өрнекті есептейік. 6-ші өрнек бізде 150-ден 11 дейді. Так, енді көбейткіштерге жіктейік. 150-ді 2-ге бөлем 75, 75-ті 3-ге бөлем 25, 25-ті 5-ге бөлем 5, 5-ті 5-ге бөлем 1. Енді мына жерде қарап отырсақ 3 деген сан тұр, бізде. 3 деген сан тұр. Сондықтан да 3 тұрғандықтан біз оны ондық бөлшек түрінде жаза алмаймыз. Мына жерге бізде жоқ деп жазып қояйық.
жұлдызшаның орнына қандай дәреже көрсеткішін қойғанда жай бөлшекті ондық бөлшек түрінде жазуға болады. Бірінші 2-ның квадраты 4. 4-ті нешеге көбейткенде 100 шығады, яғни 25-ге көбейткенде. Сонда 5-тің бізде мына жерде квадраты болады. Сонда ары қарай есептесек болады. 4 көбейтілген 25, мына жерде 7 тең болады 100-ден 25. 100-ден 7, 0,100-ден 7 деп аламыз. Келесі екінші есеп. Так, 5-тің квадраты көбейтілген 2-ның, мына жерге 2-ның неше дәрежесін қойсақ, біз ондық бөлшек түрінде жазуға болады. Бізде тоже 2-ның квадратын қоямыз. 1-ге 13. 5-тің квадраты бізде 25. 5-тің квадраты 25, 2-ның квадраты 4, мына жерде 13. Сонда 100-ден 13 тең болады 0,100-ден 13 деп аламыз. Келесі, енді үшінші өрнекті алайық. 2-ның кубы көбейтілген 5-тің неше дәрежесі, яғни бөлінген 21. 2-ның кубы 8. 8 нешеге көбейткен кезде бізде 1000 шығады, яғни 5-тің кубына көбейткен кезде. Сонда 2-ның кубы 8, 5-тің кубы 125. Мына жерде бізде 21 тең болады. 8-ді 125-ге көбейтсек 1000 болады. 0,1000-дан 21 шығады екен. Келесі, төртінші өрнекті есептейік. Мына жерде бізде 2-ның қандай дәрежесі, 5-тің қандай дәрежесі дейді. Бүгінге неге жетті. 2-ның сонда 2-ның неше дәрежесі болса, 5-тің сонша дәрежесі болады. Мысалы, жұлдыз тұр ғой. Сонда жұлдыз тең болады жұлдызға. Яғни 2-ның неше дәрежесі болса, мысалы 2-ның 2 дәрежесі болса, значит 5-тің де сонша дәрежесі. 3 дәрежесі болса, 3 дәрежесін аламыз. Номер 752 есеп сағат есебімен анықтаймыз. Бірінші бізде 6 минут дейді. 6 минутты сағатқа айландыру үшін 6-ны 60-ға бөлеміз. 6-ға қысқарсақ 10-нан 1 болады. 0,1 сағат дейміз. Келесі 12 минут дейді. 12 минут тең болады. 12-ні 60-ға бөлеміз. 12-ге қысқартамыз. Сонда 5-тен 1 болады. 5-тен 1 дегеніміз 10-нан 2-ге тең. Ал мындай бөлімді 2-ге көбейтеміз, тең 0,2 сағат. Келесі 15 минут дейді. Так, 15 минутты біз 15-ті көбейтеміз. 15-ті бөлеміз 60-ға, мына жерде. 60-тан 15 болады. 15-ге қысқартсақ 4-тен 1 болады. 4-тен 1-ді 4-ті көбейтеміз 25-ге, 1-ді көбейтеміз 4-ге. Сонда 100-ден 4 болады. Мына жерде 25-ге көбейтеміз 4-ге де. 1-ді көбейтеміз 25-ге. Сонда 100-ден 25 болады. Тең болады 0,100-ден 25. Ондық бөлшек түрінде осылай жасамыз. Келесі 30 минут дейді. 30 минут тең болады. 30-ды бөлеміз 60-ға. 30-ға қысқартамыз, 2-ден 1 болады. Яғни ондық бөлшек түрінде жазу үшін 2-ні 5-ге көбейтеміз, 1-ді 5-ге көбейтеміз. Сонда 10-нан 5 тең 0,10-нан 5 сағат болады екен. Сағат деп жазып қояйық. Сағат. Келесі 45 минут дейді. Так, 45-ті бөлеміз 60-ға. Так, 15-ге қысқартамыз. Мына жерде 3-тен берем, мына жерде 4-тен берем. Ондық бөлшек айландыру үшін 4-ті көбейтем 25-ге, 3-ті көбейтем 25-ге. Сонда бізде 100-ден 75 болады. Тең 0,175 сағат деп аламыз. Келесі екіншісін шығарайық. Бәрін өшірейін. Так, екіншісі. Екіншісі 1 сағат 6 минут дейді. Бұны сағатқа айландырамыз. 1 сағат 6 минут. Тең 1,6-ны 60-ға бөлеміз. Сонда 1,6-ға қысқарсақ 10-нан 1 тең 1,1 сағат. Келесі
7 сағат 15 минут. Тең болады 7,60-тан 15 немесе 7,15-ке қысқартсақ 4/1 ол тең болады 7,125 сағат. Бірден айландыра салдым. 4/1-ден 0,125. 25-ке көбейтеміз. Келесі 2 сағат 18 минут дейді. 2 сағат 18 минут дейді. Ол тең 2,60-тан 18. Ол тең 2,. Так, 6-ға қысқартсақ 10-нан бері 18 6-ға өсеңіш 2,3 сағат деп аламыз. Келесі 4 сағат 45 минут дейді. Ол тең болады 4,60-тан 45. Так, 15-ке қысқартам. 4,4-тен 3. Так, ол тең болады 4,4-ті көбейтем 25-ке, 3-ті көбейтем 25-ке. Тең болады 4,175. 4,175 сағат. Ондық бөлшек түрінде жаздық. Келесі есеп өрнекті ондық бөлшекті жай бөлшек айландырып өрнекті мәнін тап. Так, Е деген жазуы бар тапсырма 1,9-дан 1 плюс 2,175 плюс 3-тен 1. 1,9-дан 1 плюс 2,175 дегенді 2,4-3 деп алсақ болады. Плюс 3-тен 1 дейді. Так, бірге мына жерде плюс плюс. Так, бірге 2-ні қоссам 3 бүтін болады. 9, 4, 3-дің ортақ бөлімі 36 болады. 36-ны 9-ға бөлсем 4-тен берем. 36-ны 4-ке бөлсем 9-дан берем. 36-ны 3-ке бөлсем 12-ден берем. 4 плюс 27 плюс 12. Тең болады 3 бүтін 36-тан 27-ге 4 қоссам 31, 31-ге 12-ні қоссам так 43 болады. Ол тең болады 4 бүтін 36-тан 13-тен 6-ны алсам 7. 4 бүтін 36-тан 7 мына жерге Е деген әріпті қояйық. Келесі N деген әріптегі есепті шығарайық. 3,15. 3,15 деген 3,2-ден 1 деп алсақ болады. Так, жазайық. 3,15 плюс 5,7-ден 1 минус 2,14-ден 3. Тең болады 3,15-ті 3,2-ден 1 деп алсақ болады. Плюс 5,7-ден 1 минус 2,14-ден 3. 3-ке 5 қоссам 8, 8-ден 2-ні алсам 6. Ортақ бөлім 14. Мынаған 7-ден берем. Мынаған 2-ден берем. Мынаған 1-ден берем. 7 қосу 2 алу 3. Тең 6,14-ден 7-ге 2-ні қоссам 9, 9-дан 3 алсам 6. 6,14-ден 6 ары қарай қысқартам 6,7-ден 3 деп алсам болады. Бұған біз N деген әріпті қояйық. Келесі I деген әріптегі есепті шығарайық. 7,16 минус 4,3-тен 2 плюс 2,15-ден 1. 7,16 дегенді 7,10-мен алдын қысқартсам 5-тен 3 деп алсақ болады. Минус 4,3-тен 2 плюс 2,15-ден 1. 7-тен 4 алсам 3, 3-ке 2-ні қоссам 5. Ортақ бөлім 15. 15-ті 5-ке бөлсем 3-тен берем. 15-ті 3-ке бөлсем 5-тен берем. 15-ті 15-ке бөлсем 1-ден берем. Сонда 9 минус 10 плюс 1. Сонда мына жерде 0 шығып қалады. 5 плюс 0 тең болады 5 бүтін. 5 бүтін дегенге I деген әріпті қойып жіберейік. Келесі енді С деген әріптегі есепті шығарайық. 8,5.
8,5 плюс 6,5 минус 6,125 дейді. Так, 8,5 деген 8,2 деп алсақ болады. Плюс 6,5 минус 6,125 дегенді 4,1 деп алсақ болады. Тең болады. 8-ден 6-ны алсам 2,5 болады. Ортақ бөлімі 6, так 12 болады. 12-ні 2-ге бөлсем 6-дан берем. 12-ні 6-ға бөлсем 2-ден берем. 12-ні 4-ге бөлсем 3-ден берем. Сонда 6 плюс 10 минус 3 тең 2,5. 12-ден 16-дан 3-ді алсам 13. Немесе 3,12-ден 1. 3,12-ден 1. Бұған С дегенді қоямыз. Келесі енді В дегенді есепті шығарайық. 2,125 плюс 11,15-ден 1 минус 7,6-дан 1. Так, 2,125 деген 2,4-ден 1 деп аламыз. Плюс 11,15-ден 1 минус 7,6-дан 1. 2-ге 11 болсақ 13, 13-ден 7-ні алсақ 6. Ортақ бөлімі 30. Ой, 30 емес. 60 болады ортақ бөлімі. 64-ге бөлсем 15-ден берем. Мынаған 4-ден берем. Мынаған 10-дан берем. Сонда 15 плюс 4 минус 10 тең болады 6,5. 60-тан 15-ге 4 тосам 19, 19-дан 10 тосам 9. Ары қарай қысқартам 6,5. 3-ге қысқартсам 63-ге бөлсем 20, 93-ге бөлсем 3. 6,20-дан 3 дейді. Бұған біз В деген әріпті қояйық. Келесі Т деген әріптегі есепті шығарайық. 6,8 минус 2,3-ден 1. 2,3-ден 1 плюс 1,2. 6,8 дегенді 5-ден 4 деп алсақ болады. Минус 2,3-ден 1 плюс 1,2 деген 1,5-ден 1, 1,5-ден 1 деп алсақ болады. Так, енді 6-дан 2-ні аламыз. 4, 4-ге 1 қоссам 5,5 болады. 2-ің ортақ бөлімі 15. Мынаған 3-ден берем, мынаған 5-ден берем, мынаған 3-ден берем. 12 минус 5 плюс 3 тең болады. 5,5 15-ден. Так, 12-ге 3-ді қоссам 15, 15-ден 5 алсам 10. Немесе 5,5 15-ті 5-ге бөлсем 3. 5,3-ден 2 дейді. Дұрыс. Бұл бізде Т. Жерге Т деген әріп жазылды. Стивен деген сөз шығады екен.